Так, логика курсы мына жерде заңдылықты тап дейді. Заңдылықты табамыз міне. 2, 4, 6 дейді. Мына жерде 2-ге 4 қосқанда 2-ге 2-ні қосқанда 6, 2-ге 2-ні қосқанда 4, 4-ге 2-ні қосқанда 6, 6-ны 2-ге қосқанда 8 болады. Ары қарай 8-ді 2-ге қосқанда 10. Анда мына жерде 8 деген санды жазамыз. Тексеру дейміз. Тізбектің заңдылығын тауып бос орнына саны жазыңыз дейді. Мына жерде так 22, 20, 18 азайып жатыр енді. 18-ден 2-ні алғанда 16, 16-дан 2-ні алғанда 14 болады. Мына жерде сонда 16 деген санды таңдаймыз. Тексеру. Так, дұрыс дейді. 15, 17, 19. Енді бұл жерде жоғарылап жатыр да 2 санға. Сонда 19-ға 2-ні қосқанда 21 болады. 21-де 2 қосқан 23 болады. 21 деген сан жетпей тұр. Ары қарай 23, 21, 19, 17 керісінше азайып жатыр. Одан кейін дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, сосын бейсенбі, жұма дейді. Так, қаңтар, ақпан, ақпан екінші айда, наурыз қой үшінші ай. Наурыз, сәуір, мамыр болады. 40, 50, мына жерде 60 болады, 70, 80 болады. Так, 60, 50, 40 болады, 30, 20 деп ары қарай кете береді. Азайып, мына жерде қосыла береді енді. 28, 31, 34, 34-ке 2-ні қосқанда, жоқ, 3-ті қоссасын ба әлде. 34-ке 37 болады. 37 болады мынарада. 37 болады. Ары қарай 24, 21 азая береді енді. 24-ден 3-ті алғанда 21. 21-ден 3-ті алғанда 18, 18-ден 3-ті алғанда 15. Ары қарай кесіндіні 4 рет бөлсе, неше бөлікке бөлінеді дейді. Кесіндіні 4 рет бөлсе, неше бөлікке бөлінеді дейді. Кесіндіні видео түсіндірме деген не ол? Так, оны қарамай қойып. Болды. 100% тауыппыз ғой. 16. 18, 16. 27. 24. Сейсенбі, сәрсенбі болды. 30, 40 болады. Мына жерде келесі. 19, 21. 60, 50 болады мына жерде. Наурыз, сәуір, мамыр болады мына жерде. Мамыр, маусым кетеді. 17, 15, 13, 11. 15, 18, 21, 24 болады.